Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, нөмір 1 жалпы білім беретін мектебінің биология пәнінің мұғалімі Масжанова Алтынай Баянбаевна. Информатика пәнінің мұғалімі Серікбай Мадина Ернарқызы. Бүгінгі сабағымыз 9 сыныпта биология сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ДНК молекуласын құру және Python программалау түрінде есептеу. Біз бүгін сабағымызды STEM технологиясы, яғни STEM бағытында өткізетін боламыз. Себебі STEM білім беруде маңызды және өзекті мәселе болып табылады. Барлық білім беру жүйесінде ерекше назар аударылуда. Қазіргі кезде білім алушылардың жаратылыстану сауаттылығын, ғылыми сауаттылығын арттыруда, логикалық қабілетін дамытуда бүгінгі заман талабы. Сондықтан біз STEM технологиясымен өткізуді жөн көрдік. Мақсаты ДНК молекуласын құру, моделін жасай аласыздар. Модель жасау барысында ДНК нуклеотидтерінің ара қашықтығын есептеп, нуклеотидтердің санын процентпен есептеуді үйренеміз. Және есептерді Python программалау түрінде шығара аласыз. Алтынғы білімді тексеру үшін Genial Law платформасы арқылы оқушылар сұрақтардың дұрыс жауабын табады. Коррект дейді, дұрыс келеді. Чаркап ережесінде комплементарлы элементтерді анықта. Жаңа тақырыпты түсіндіру үшін Mosaic 3D платформасын пайдаланамыз. Енді қарайтын болсақ, міне, хромосомадан ДНК жібереді. ДНК қос тізбекті, яғни ДНК-ның қос тізбегінде нуклеотидтер орналасып өлшемі, яғни хромосоманың ені, ДНК-ның ені. ДНК-ның бір нуклеотидпен бір нуклеотидтің ара қашықтығы ол 0,34 нанометрге тең болады. ДНК молекуласының ұзындығын есептеу үшін есептің математикалық моделін құру, алгоритм құру және Python программалау тілінде есептеу. Гуанин мен цитозин жалпы санын біліп алдық, 1508 болды, және оны 2-ке бөлу арқылы біз бір гуаниннің санын және бір цитозиннің санын анықтайтын боламыз. Мына жерде GC дегеніміз не гуанин, не цитозиннің саны. Түсінікті ме? 2-ке бөлгенде 2-нің саны шығады. Жауабына бізге экранға шығару керек. Басында не жаздық, соңына дейін жазып шығамыз. Оны 2-ге бөлеміз, және де оны 0,134-ге көбейтеміз формула бойынша. Топтарға 3 түрлі есеп беріледі. Бұл есептерде ДНК молекуласының үзіндісінің массасы мен ұзындығын табады. Есептерді алгоритм құрады, математикалық моделін құрады және Python программалау тілінде есептейді. Берілген нуклеотид саны 2120, аденин 580, ал бізге табу керек ұзындықты, массасын, тиминді, гуанинді және цитозинді. Бізде аденин ол тиминға тең болғандықтан, бізде тимин сонда 580 болады, ал цитозин тиминға тең болады. Сонымен біз жаңағы нуклеотид саны 2120-дан жаңағы аденин мен тиминнің қосындысын қосып, азайтамыз. Сол кезде бізде 960 деген сан шықты. Яғни 960-ты 2-ге бөлеміз, сол кезде бізде 480 деген сан шықты. 480 ол гуанин мен цитозинге бергені ол ДНК молекуласының үзіндісі 2478 нуклеотидтен тұрады. Аденин 850 сәйкес келеді. Қалған нуклеотидтердің саны қанша? ДНК молекуласының үзіндісінің массасы мен ұзындығын табыңдар. Шешімде мен осы нуклеотидтің ұзындығын алып 2478-ді, ал аденинді 850-ді өз-өзіне көбейттім. Солайша мен 1700 шығарып, 2478-ден 1760 алдым. Солайша мен 778 шықты. Ал аденин тиминге тең болғандықтан екеуде 778 болады. Ал цитозин мен гуанин бір болғандықтан олардан 1700-ге тең болады. Келесі ұзындығы мен массасын табу керек болды. 2478-ді 2-ке бөліп, оны 0,134-ке көбейттім. Солайша мен 421 126 шықты. Массасына 2478-ді 345 граномольға көбейтіп, соңында 854.910 алдым.
теңдеуіне шығарған кезде аденин 840 шықты, тимин 840, жалпы саны 1930, гуанин немесе цитозин 985. Балалар, егер сіздер мынау ақпаратта ДНК-ның моделінің қиындылары берілген сіздерге. Міне осыны жабыстырасыздар. Топ басшылары әр тапсырмадан кейін топты бақылап отырсыздар ма? Ұмытпай бағалап отырыңыздар. Мынаны жабыстыра беріңіздер. Ал екінші жартыларыңыз моделін жасай беріңіздер. әртүрлі қима қағаздармен, биология кабинетінің құрылғыларымен, робототехника кабинетінің құрылғыларымен, тұрмыстық заттармен ДНК-ның моделін жасап шығарады. Мақсаты оқушыларды ДНК-ның құрылысын, құрылымының ережесін сақтай отырып, құрастыру, зерттеу. Бұл ДНК молекуласы. Біз бұны мақта палочкаларынан және де пенопласт шариктерінен өз қолымыздан жасадық. ДНК модулін біз осындай трубочкалар арқылы және де таяқша және де ватный палочкалар арқылы жасадық. Бүгінгі біздің ДНК модельді біз осы химия пәніне байланыстырып, химиялық молекулярлық шарларды қолдандық. Мысалға ретінде бұлар фосфор қалдықтары, мыналар алмалар нуклеотидтер болған. Динас білесімен қатыса алды, ол осы модельді таныстыра алды және де Python'е жұмыс жасап, есепті шығарып берді. Және қолданушылар ол осы модельді жасап, бізге жақсы көмек көрсетті. Бүгінгі сабақта біздің өте белсенді қатыса білді. Барлықтары бір-бір қиыншылықтарын көрсетті. Өз өздерін белсенді бағалайды деп ойлаймын және де мен де оларға келісемін. Әсіресе біздің топта белсенді қатысқан бала Аслан болды. Оған мен 9 балл қойар едім. Пайдаланатын, яғни конструктор заттармен, істеңдер құрылғымен жасап шығардыңыз. Биология мен информатика арасында байланыс бар ма екен? Иә, өте тығыз байланыс, иә? Біз математикамен де байланыстырдық, химиямен де байланыстырдық, химиялық молекулаларды пайдалана отырып, және информатика сабағындағы робототехникамен де байланыстырдық. Сонымен қатар Pythonмен есеп шығара отырып, информатика пәнімен байланыстыра отырып, бірнеше саланы қосып, жаратылыстану ғылымдарының саласын қосып, бір тақырыпты ашуға тырыстық. Иә, бүгінгі сабағымыз STEM технологиясымен толық қамтылды. Себебі биологияның бүгінгі тақырыбында ДНК молекуласының химиялық құрылымын химия пәнімен байланыстырдық, және ДНК молекуласының нуклеотидтерін математикалық тұрғыда есептедік. Информатика пәнімен ұштастыра отырып Python программасына салынды, және робототехника пәнін қолдана отырып моделін жасадық. Бүгінгі сабақта STEM технологиясы бойынша барлық пән бір пәнде ұштастырылды.